16 жасқа толған балаларға арналған. Бұл ойындағы монополия. Бірақ нарықта да сондай ұғым бар. Бір алып өнім өндірушінің екінші бір бәсекелесін нарыққа жолатпауы, оның жолдарын жабу. Ірі тұтынушылар мен жеткізушілермен ауыз жаласу секілді әрекет иелерін монополистер деп атаймыз. Тіпті кішігірім аймақтың өзінде осындай сипат алған жағдайлар жиі кездеседі. Экономикамыз нарықтық. Тауар өндіруші де, жеткізуші де бәсекеге қабілетті болуы тиіс. Десек те бәсекелестікті қорғайтын заң бар. Өңірдегі монополияға қарсы департаментте жыл басынан бері осындай түрлі қызмет көрсету саласында түрлі монополистерді анықтаған. Атап айтқанда, сауда қызметін реттеу туралы Қазақстан Республикасының заңына сәйкес әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарларының бағасының үстеме мөлшерін тараптардың келісімімен белгілену керек. Алайда Ақтау қаласы бойынша біздің гипермаркет, супермаркеттері өз бетінше бір жақты ғана тараппен бағасын бекітіп отырған. Бұл әсіресе халықтың ең көп тұтынатын әлеуметтік маңызы бар тауарларға қатысты. Яғни ұн, қант, күнбағыс майы, картоп, пияз секілді бірінші қажеттіліктегі өнімдердің бағасын әсер еткен. Осы әлеуметтік тауарлардың бағасын үнемі бақылауда ұстап отырса да, кейде ырыққа көнбей, көлеңкелі экономиканың шырмауына байланып қалуына да осы монополистер әсер етеді. Қазақстан Республикасының жалпы заңына сәйкес қала маңындағы супермаркеттерге әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарларын мөлшерден 15%-дан асыратын болса, Қазақстан Республикасының құқық бұзушылық туралы кодексінің 204 бабының 1 тармағына сәйкес хаттама толтырылады. Яғни қазіргі таңда біздер осы жағдай бойынша, осы мәселе бойынша қала аумағындағы 19 сауда желісіне бір сауда көтерме жеткізушіге әкімшілік құқық бұзушылық түрінде 204-тің 4-те 1 тармағына сәйкес жаңағындай ескерту ретінде хаттама толтырылды. Өңірдегі азық-түлік тауарларын ұстап тұру бойынша бірқатар жұмыстар атқарылды. Атап айтқанда, осы талдау жүргізілді. Талдау нәтижесінде гипермаркет, супермаркет іс-әрекеттерінен осы бағалардың өсуіне алып келген және нарыққа кіру кедергілері пайда болатын іс-әрекеттер анықталды. Атап айтқанда, супермаркет, гипермаркеттер сауда қызметтерін реттеу туралы Қазақстан Республикасының заңына сәйкес жеткізушілер мен өндірушілер мен азық-түлік тауарларының бағасын тараптардың келісімімен бекітуі керек. Негізі сауда қызметін реттеу туралы заңның талаптарына сәйкес супермаркет және гипермаркеттер ол бір алаң болуы тиіс. Яғни жеткізушілердің тауарларын өткізу алаңы болу керек. Ал бізде басқаша ұғым. Бізде енді супермаркет, гипермаркет болғандықтан өздерінің талаптарын кішкене артығырақ қойып қояды. Жаңағы кей кезде тауарларды негізсіз қайтару фактілері де болып қалуы мүмкін. Сол себепті ол әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарлардың түпкілікті бағасына әсер етеді. Сәйкесінше бұл жерде тауардың қолдан өсу, тауар бағасының қолдан өсу орын алады. Сәйкесінше халық наразы болады. Наразы болса да, халық әлеуметтік маңызы бар тағамдардан бас тарта алмайды. Бірақ үнемі ортадағы жеткізушілердің құйтырқылығынан бағаның бірден шарықтауы сияқты нарықтық қатынастар жиі болады. Кеше алғам, 350-ден алғам. Шынына. Күні кеше. Кеше базардан 22-нің күні базарынан. Базарда біресе қанттың бірден қымбаттап кетуі, енді бірде жұмыртқаның бағасы айда аспаннан бір шығарып, кейде тіпті күнбағыс майының тапшы болып, бағасы шарықтап кететіні байқалады. Күнбағыс майын жеткізуші компанияға, яғни супермаркетке жетпей тұрып импорттық бағада 15% мөлшерден асырып сатқаны үшін әкімшілік құқық бұзушылық туралы хаттама толтырылды ескерту жүзінде. Және де алдағы уақытта қайталанатын болса, яғни айыппұл салынады. Қантты алып қарасақ, бұл әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарға жатады. Яғни осы қантты
мысалы басқа өңірлерден жеткізетін жағдайда жеткізуші одан кейінгі өндірушінің алып келген бағасынан осы жергілікті сауда объектілері 15%-дан аспайтын үстеме мөлшерін бекіту керек. Алайда жүргізілген нарық талдау нәтижесінде сауда объектілерінің 15%-дан асатын үстеме мөлшерін бекіткені анықталды. Осы қолданыстағы заңнамаға сәйкес, егер де сауда объектілері 15%-дан асатын үстеме мөлшерін бекітетін болса, әкімшілік шаралар қолдану жергілікті атқарушы органдардың құзыретіне жатады. Ақтау қаласы аумағында орналасқан супермаркет және гипермаркеттерге 15%-дан асырғаны үшін шара қолданылмады. Алайда осы жылдан бастап біз қала әкімдігі осы аталған мәселе бойынша құқық бұзушылықты және бағасының, азық-түлік тауарлар бағасының негізсіз өсуіне тұрақтандыру мақсатында осы жұмыстар жалғасын тауып жатыр. Яғни осыған дейін сауда қатынасын реттейтін заңды пысқырмай өндіруші, жеткізуші, сатушы үш тарап өздеріне қолайлы бағада сатқаны әшкере болған. Олаздай қаладағы ірі супермаркеттер мен гипермаркеттердің тек ірі жеткізушілермен ғана шарт жасасып, нарыққа жаңадан келген отандық немесе жергілікті өндірушілерді кіргізбегені де белгілі болған. Талдау нәтижесі көрсеткендей, бұл жерде супермаркет және гипермаркеттер тек қана жағдайы ірі бай жеткізушілерге ғана сөре кеңістігін беретіні белгілі болды. Және де әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарының үстемесі келісім шарттарында көрсетілмеген. Бұдан бөлек супермаркет және гипермаркеттер жеткізушілер арасында бәсекелестік жойылған, мүлдем яғни жоқ десек те болады. Дәл осындай жағдай жақында ғана өнім өндіре бастаған кәсіпорынның басынан өткен. Маңғыстау облысына заманауи құс фабрикасы ашылып, осы күнге дейін 300 тоннадай құс етін өндіріп, нарыққа, яғни Маңғыстау облысының халқына жеткізіп, свежий мұздатылмаған күйінде тауық етін жеткізіп отырмыз. Нарықта супермаркет, гипермаркеттерге кіру жаңа мекемеге оңай түскен жоқ. Осыған орай антимонополиялық департаменті басшысының араласуымен қазіргі таңда барлық супермаркетте, қаладағы барлық супермаркетте Каспий құс брендімен тауық еті сатылуда. Объем үлкейді, өтуі жақсы. Кедергі келетін болсақ, нақты кедергі жаңа тауар болған себеппен халық үйренбеген. Нарықта бізден басқа да тауық еттері бар. Ол Қазақстанның ішіндегі құс фермаларынан бөлек, одан бөлек Россиядан, Белоруссиядан келіп атқан тауық еттері көп. Супермаркет және гипермаркеттердің артық талаптар қойылатыны, жалпы өздерінің мүддесі жеткізушілерден қарағанда сәл жоғары тұратыны анықталды. Әкімшіліктің араласуымен кіргізді. Барлық супермаркет пен қалада договорымыз бар. Алайда алу объемында вопрос. 2 коробка, 3 коробка алатын супермаркет. 2-3 коробка деген ол капля в море деп есептеймін өзім. Ал енді антимонополиялық департамент араласып, қазір объемымызды 2 есе, 3 есе арттырып, қазіргі күндегі заявкілер қарап отырып, 2 есе, 3 есе өскен. Мәселен, біздің монополияға қарсы органмен тіпті осы жергілікті өндірушіні, бұл айтқанда қазіргі сауда объектілеріне нарыққа кіргізгенде ықпал еттік та біз. Мәселен, Каспий құс деген өнім бар, жергілікті өнім. Соларды қазіргі таңда осы бір ай төңірегінде сол Каспий құстың бұл айтқанда диалоговый площадка құрып, сауда объектілерімен, Каспий құспен сол бір бірлескен мәмілеге келіп, қазіргі таңда Каспий құс өзінің өнімдерін өткізуде супермаркет, гипермаркеттерде. Антимонополияның жүргізген өзінің талдауы бар, талдау қорытындысы. Соған сәйкес біз жаңағыдай жергілікті атқарушы орган болғаннан кейін заңда біздің жалпы қадағалау жаңағыдай тиісті шара қолдану біздің құзырымызда. Сол себепті
сол жүргізілген талдауға сүйене отырып біз айыппұл салдық. Қазір қаладағы ірі супермаркеттерде департамент берген нұсқамаға мойын бұрып, монополиялық іс-әрекеттерге жол бермеуге уәде беріпті. Әйтпесе ас атасы нан мен астың дәмі онсыз келмейтін тұзды қаладағы 20 сауда орнына тек бір ғана дөкей өндіруші жеткізіп тұрған. Сауда объекттері, супермаркет және гипермаркеттер жаңағыда айттым ғой, артық талаптар қояды. Бір жеткізушінің мысалға нарыққа кіргісі келеді, бірақ қолдан кіргізбей қоюы мүмкін. Бәлкім оның өнімі сол сөреде тұрған өнімнен әлдеқайда жақсырақ, әлдеқайда сапалы болуы мүмкін. Яғни ол қолдан жасау фактісі да. Ал егер ол нарыққа кірсе, ол бәсеке болады ғой енді. Сол супермаркет және гипермаркеттердің артық талаптарының кесірінен мына түпкілікті бағаға былай айтқанда теріс әсер етеді. Россия мен Белоруссиядан келетін тауықтармен нарықта конкурировать ету қиын, себебі біздер кәсіпкер құсты халал сертификатын алып, халал стандартқа сай қылып шығарып жатырмыз. Халал сертификатты халал стандартпен шығару үшін мясокосный дейді ғой, мясокосныйды біздерге қосуға болмайды. Басқа Ресей Федерациясында, Белоруссияда ол мясокосный продукциямен пайдаланады. Мясокосный деген өзінен шыққан шек-қарын жүнін печка лап істейді, соған 3000 градус парға салып, өртеп, оны порошкообразный қылып шығарып, сол порошкообразныйды құстың жеміне қосады жалпы практикада. Бізде халал стандартта запрет ондай нәрсеге. Мұны нарықты ұйымдастырушы тараптар 5 саусағындай білсе де, қалталарының қамышын түрлі әрекеттерге барғаны белгілі болды. Тіптен отандық өндірушілерді шетке ысырып, Ресей мен Беларусь өнімдері немесе еліміздің тегірі деген өнім өндірушілерінің өнімдеріне басымдық берген анықталды. Әсіресе монополияның құрбаны болып отырған жергілікті тауар өндірушілер. Ондай былықтар талдау жұмыстарының кезінде көрінген. Сауда қызметін реттеу туралы заңында нақты көрсетілген әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарларына үстеме 15%-дан аспауы тиіс заңнамаға сәйкес. Алайда және де бұл үстеме 15%-дан 15%-ға дейінгі мөлшері жеткізуші мен супермаркеттің арасындағы келісім шартта көрсетілуі тиіс, қанша пайыз болуы қажеттігі туралы. Және де отандық өндірушілер, отандық жеткізушілердің тауарлары көрнекі жерлерде тұруы қажет. Яғни халық кіріп келген кезде отандық өндірушілердің тауарларын бұл айтқанда оңай қолжетімді жерде тұруы қажет. Қазіргі таңда өзімізден енді жергілікті тауар өндірушілер деп айтамыз ғой. Жергілікті тауар өндірушілерді қолдау мақсатында біз қала аумағында жәрмеңке өткіземіз, және де сауда желілерінде, супермаркеттерде, гипермаркеттерде Маңғыстауда жасалған деген таңбасы бар белгімен арнайы сөреге қойдыртамыз. Әйтпесе, ірі супермаркеттерге кіргенде нарықта 10-15 жылдан бері келе жатқан сауда белгілерінің бірден көзімізге түсетіні жасырын емес. Бірақ ендігі жерде сауда нүктелері бұл олқылықтарды жоюға тырысатынын жеткізіпті. Ал тағы бір талдау нәтижесінде өңірге тұза келетін жеткізушінің де барлық сауда алаңдарын жаулап алғаны білінді. Ақтау қаласының өзінде 20-дан астам супермаркет, гипермаркет бар. Яғни осы барлық сауда объектілеріне талдау нәтижесімен мәселен мен сізге нақты айтпай қоямын, бірақ мәселен тұз өнімін бір ғана жеткізуші өткізіп отырғаны анықтадық. Яғни бұл не дегеніміз, ұзақ уақыттан бері бәсекелес жоқ деген сөз. Мен жаңағы айтқандай жылдың соңына дейін орындалуға жататын нұсқама енгіздік дедім ғой. Енді қазір сауда объектілері оларға осы тұзды өткізетін нарық субъектісі келген жағдайда әзірлік танытуы тиіс. Сол тұзды сөре кеңістігінен орын беріп өткізуі тиіс. Осындай заң бұзушылықтардың алдын алса ғана нағыз бәсекелестік орта дамып, монополиялық әрекеттерге жол беруге болады. Алайда шағын және орта кәсіпті тексеруге мораторий жарияланғаннан кейін мұндай былықтардың бетін ашу көп жағдайда мүмкін бола бермейді. Бірақ осыған дейін білген істеп келген жеткізушілерге жасалған ескертулер мен ірі сауда орталықтарына берілген нұсқама біразға дейін сабақ болмақ.